AQSh-тың бұрынғы мемлекеттік хатшысы Киссинджер бір атақты сөзді айтты: мұнайды басқаратын адам барлық елдерді басқарады. Әлемдегі ең маңызды стратегиялық материал ретінде мұнай өнеркәсіп қаны деп аталады, және ыңғайлы тасымалдау және жоғары энергия тығыздығының артықшылықтарына ие. Бұл адам үшін ең маңызды энергия. Ол негізінен мазут, бензин, көптеген химиялық өнеркәсіп өнімдері ретінде пайдаланылады. Майлау майы, химиялық тыңайтқыштар, пестицидтер және асфальт сияқты шикізат әлемдегі ең маңызды жаңартылмайтын энергия көзі болып табылады. Бірлікті айырбастау тұрғысынан баррель әдетте әлемде мұнайдың негізгі сауда бірлігі ретінде пайдаланылады. Әртүрлі мұнай сапасына сәйкес, 1 тонна мұнай шамамен 7 немесе 7,3 баррельге, ал стандартты мұнай баррелі 42 AQSh галлонына немесе 159 литрге балама. Мұнай ресурстарының жер бетінде таралуы біркелкі емес. Жеңіл май негізінен шығыс жарты шарда, ауыр мұнай негізінен батыс жарты шарда таралған. Олардың арасында таяу шығыс әлемдегі ең тығыз мұнай қоры бар аймақ болып табылады. Көптеген таяу шығыс елдері мұнай ресурстарын игергеннен кейін, соның арқасында ыстық және тақыр шөлді аймақта жағдайларын жасап байып жатыр. Дегенмен кейбір елдердің тағдыры қара алтыннан өзгергенімен, бірақ кейбір елдер бар, отандық мұнай қоры дүние жүзіндегі ең үлкен болса да, экономикалық және саяси жағымсыз факторлар мен ел экономикасы мұнай ресурстары есебінен өркендеген жоқ. Бүгін айналамызға қарап, BP 2021 жылғы дүниежүзілік энергетикалық құрылыстың жыл сайынғы статистикалық деректері арқылы әлемде ең жоғары дәлелденген мұнай қоры бар елдер қай жерде екенін қарастырайық. Осы елдердегі мұнайдың даму тарихын біліңіз. Әлемде мұнай қоры бойынша 10-шы орында тұрған ел Ливия деп аталады. Солтүстік Африкада орналасқан араб елі. Жер көлемі бойынша 16-шы орында Ливия Сахара шөлінің солтүстік шығысында орналасқан. Елдің 94% шөлді болса да, дегенмен Африка континентіндегі ең мол мұнай ресурстарына ие. 19 ғасырда мұнай кен орындарын ашқаннан кейін, ол Африкадағы ірі мұнай еліне айналды. 2020 жылы елдегі барланған мұнай қоры шамамен 48,4 миллиард баррельді құрайды. Бұл әлемдік мұнай қорының 2,8%-ын ұстайды. Сол әлемдік мұнай жеткізу тізбегінде шешуші орынға ие. Дегенмен мол ресурстар ішкі және сыртқы күштердің бәсекелестігіне әкелді. Ливия жыл бойы үздіксіз соғыста болды. Қазіргі заманда 2011 жылы тағы да төңкеріс болды. Сол кезде Ливияның жоғарғы басшысы, Африка одағының бұрынғы төрағасы және араб елдерінде ең ұзақ билік жүргізген әйгілі көшбасшы Каддафи биліктен кеткеннен кейін дұшпандық елдің шығысы мен батысындағы режимдер бірден мұнай нысандары үшін соғыс бастады. Отандық порттар мен мұнай кен орындары қарулы шабуылдар кезінде жиі жабылды. Бұл отандық мұнай өндіру мен экспорттық міндеттемелерге айтарлықтай әсер етті. Үздіксіз азаматтық соғыс Ливияда соңғы 10 жылда мұнай өндіруде қатты құбылмалы болды. 1965 жылы Ливияның күнделікті мұнай өндіру 3 миллион баррельден астам болды. 2014 жылдан бері мұнай нысандарының жабылуы және жойылуы Ливияға 130 миллиард AQSh долларынан астам шығын әкелді. Бұл бастапқыда өмір сүру үшін мұнайға тәуелді болған және жоғары инфляцияға тап болған Ливияның валюталық резервтерінің азаюына әкелді. Валютаның құнсыздануы және мемлекеттік қарыз, мұнайдың орасан қоры болғанымен, соғыс салдарынан отандық экономика әлі де құлдыраған күйде. 9-шы орында AQSh тұр. Оның дәлелденген мұнай қоры 2020 жылы 68,8 миллиард баррельді құрайды. Дүние жүзіндегі мұнай қорының 4%-ін құрайтын, ол әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші және тұтынушы болып табылады. Орташа тәуліктік мұнай өндіру 16-да 47 миллион баррельге жетті және ел қорларының 80%-дан астамы Техас, Аляска, Луизиана және Калифорнияның 4 негізгі штатында шоғырланған. Тарихи деректерге сүйенсек, елдер арасындағы мұнай ресурстары мен бағалық билік үшін бәсеке ешқашан тоқтаған емес. Әлемдегі ең алғашқы мұнай өндіруші ел ретінде Америка Құрама Штаттары 19 ғасырдың ортасынан бастап әлемдегі мұнай өндіру мен экспорттауда үстемдік етті. 1860-1910 жылдар аралығында дүние жүзіндегі мұнайдың 60%-тан астамы өндірілді. 20 ғасырда автомобиль өнеркәсібінің дамуы және бірінші-екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы мұнайға сұраныстың өсуіне әкелді. Бұл AQSh мұнай өнеркәсібінің жедел дамуына ықпал етті. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка Құрама Штаттары өзінің әскери, саяси және экономикалық сияқты жан-жақты күштерінің артуы жаһандық мұнай жеткізудің барлық аспектілеріне терең әсер етті және таяу шығыспен мұнай гегемониясы жүйесін құрды. Тасымалдаушы ретінде трансұлттық корпорациялардың стратегиялық тірегі және қорғаныс ретінде жаһандық әскери орналастыру, мұнай экспорттаушы ұйымға дейін.
Америка Құрама Штаттарының құрылуы әлемдік мұнай өндіру мен тұтыну фокусының өзгеруімен бірге ақш-тың таяу шығыстағы мұнай өндіруші елдерге бақылауын бірте-бірте әлсіретіп жіберді. Америка Құрама Штаттарының энергетика министрлігінің статистикасы бойынша ақш-та мұнай тұтынудың жартысы бензинді өңдеуге және өндіруге жұмсалады. 1980 жылдан бері тұтыну 45%-ға өсті. Бұған мүлде қарама-қайшы келетін болсақ, Америка Құрама Штаттарында өңдеу қуатының өсу қарқыны 1%-тан аз ғана. Мұның себебі халықаралық шикі мұнай нарығы 1970 жылдары профицитті жалғастырды. Инвесторлардың мұнай өңдеу зауыттарын кеңейтуіне тыйым салынды. Бояуды барлау көптеген жергілікті заңдармен шектелді. Бұл ақш-та мұнай өндірудің айтарлықтай өсуін қиындатты. 1970 жылдардан бастап өндірістің айтарлықтай құлдырауы байқалды. Сондықтан бүкіл әлемнен көп мөлшерде мұнай кіргізуге тура келді. Бірақ 2009 жылдан бастап гидравликалық жарғыш сұйық тұз технологиясының дамуына байланысты ақш-та сұйық тұзды мұнай өндіру жарылыс өсімін бастан өткерді. Бұл отандық мұнай өндірудің төмендеуін кері қайтарып қана қоймайды. Соңғы 10 жылда мұнай өндіру 2 еседен астам өсті, және өндірістің 65%-ға жуығы сұйық тұзды мұнайдан келеді. 2019 жылға қарай 62 жыл ішінде алғаш рет ақш-тың энергия өндірісі тұтынудан асып түсті, ал 67 жыл ішінде бірінші рет энергия экспорты импорттан асып түсті. Таза экспорттаушы кең мағынада энергетикалық тәуелсіздікке қол жеткізді, бірақ ол әлі де шикі мұнайды таза импорттаушы болып табылады. Оның аумағындағы табиғи мұнай қорлары оны өндіруге 12 жылдан аз уақыт ішінде ғана пайдаланылуы мүмкін. Бұл әлемде мұнай қорының өндіріске қатынасы бойынша ең көп диспропорцияға ие ел. Біріккен Араб Әмірліктері, ол Араб түбегінің шығысында орналасқан, шығысында Оман мен, солтүстік-батысында Катар мен, оңтүстігінде Сауд Арабиясымен шектеседі. Бұл Парсы шығанағының оңтүстігіндегі және Оман шығанағының солтүстік-батысындағы 7 әмірліктен тұратын мемлекет. 10 миллионға жуық халқы бар. Қазіргі Біріккен Араб Әмірліктері 1971 жылы құрылған. 20 ғасырдың алдыңғы жартысында ол әлі күнге дейін шөлдерден, оазистерден және балық аулайтын ауылдардан тұрды. Халықтың көпшілігі көшпелі болған. Балықшылар мен теңізшілер балық аулауды, інжу маржан жинауды және дәмдеуіштер саудасын негізгі экономикалық тірек ретінде алды. 1960 жылдары Әбу-Дабиде алғаш рет мұнай ресурстары ашылды, ал мұнай кен орны 1962 жылы ресми түрде пайдаланылды. Бұл Абу-Даби мен оның айналасындағы әмірліктерді шөлейтті елден теріскей мұнайдың бай қазынасына айналдырды, ал аймақтық экономикасы үлкен өзгерістерге ұшырады. Бүгінде Біріккен Араб Әмірліктері өзінің бай мұнай ресурстары арқылы таяу шығыстағы ең гүлденген елдердің біріне айналды. 2020 жылы дәлелденген мұнай қоры 97,8 миллиард баррельге жетті. Бұл әлемдік мұнай қорының 5,6%-ін құрайды. Ал орташа тәуліктік мұнай өндіру шамамен 365 миллион баррельді құрайды. Бірақ Біріккен Араб Әмірліктері мұнай қорларының таралуына қарасақ, мұнай қорының 90%-ін құрайды. Мұнай қорлары мен өнеркәсіптері шын мәнінде Абу-Дабиде орналасқан. Сондықтан, басқа әмірліктермен салыстырғанда, астанасы Абу-Даби шын мәнінде елдің мұнай даму орталығы болып табылады. Елдегі тағы бір әйгілі қала Дубай. Сән-салтанат дәрежесі Біріккен Араб Әмірліктерінің барлық қалаларының арасында ең жоғары болса да, оның мұнай қоры өте аз. 1980 жылдары сауданы дамыту және 1990 жылдары туризмді дамыту мақсатында каналдар ашылды. Дубайдың гүлденуі мен салтанаты мұнай өнеркәсібінен әлдеқашан бөлініп кеткен. Әр тараптандырылған экономиканың дамуына сүйене отырып, ол 21 ғасырда таяу шығыстағы әйгілі қаржылық, экскурсиялық және жүк тасымалдау орталығына айналды. Сонымен қатар, Біріккен Араб Әмірліктеріндегі ең үлкен және халқы ең көп қала. Дубайдың гүлденуінің арқасында Біріккен Араб Әмірліктері таяу шығыстағы мұнай экономикасына толықтай тәуелді емес санаулы бай елдердің біріне айналды. Кувейт, Батыс Азиядағы Араб түбегінің солтүстік шығысында орналасқан монархиялық мемлекет. Ол оңтүстігінде Сауд Арабиясымен, солтүстігінде Иракпен, шығысында теңіз арқылы Иранмен шектеседі. Елде шамамен 4,25 миллион адам тұрады. Кувейт 1961 жылы тәуелсіздік алды және бүгінде ел шамамен 18 мың шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Бұл оны таяу шығыстағы жер көлемі 6-шы кішкентай елі болады. Және ұлттық мұнай қорының осы рейтингінде жер көлемі ең аз елі болды. Дегенмен бұл жер өте кішкентай және мұнай ресурстарының тығыздығы әлемге әйгілі. Мұнай қоры бойынша әлемде 7-ші орында тұрған ел. Кувейт мұнай экспорттаушы елдер ұйымының негізін қалаушы 5 мемлекеттің бірі. Кувейттегі мұнай ресурстары алғаш рет 1938 жылы ашылды.
2020 жылы дәлелденген мұнай қоры 101,5 миллиард баррельге жетті. Бұл Ливия мен Америка Құрама Штаттарының біріктірілген қорларына тең. Бұл дүние жүзіндегі мұнай қордың 5,9%-ін құрайды. Орташа тәуліктік мұнай өндіру 2,68 миллион баррельге жетеді. Бұл ел оны 103 жыл бойы тоқтаусыз пайдалана алады. Мұнай мен газдың орасан зор ресурстары, елдің шағындығы және ауыл шаруашылығына қолайсыз климаты Кувейтті салыстырмалы түрде таза мұнаймен ғана кіріс кіргізетін еліне айналдырды. Мұнай газ өнеркәсібінің өндіріс құны жылдық ішкі өнімінің тең жартысын құрайды. Ал қарқынды өсіп келе жатқан мұнай кірісі де Кувейт экономикасына қаланың қарқынды дамуын бастауға мүмкіндік берді. 1946-дан 1982 жылдар аралығында ауқымды модернизация жүргізілді. Қазіргі астанасы Кувейт қаласы сонымен қатар араб елдеріне қатысты әлемдік стереотиптерді өзгертетін зәулім ғимараттар мен заманауи ғимараттармен сипатталады. Сонымен қатар Кувейт үкіметі мұнай және газ өнеркәсібін дамыту барысында ұлттық экономиканы мұнай бағасына тым тәуелді етпеу үшін үкімет отандық әртараптандырылған өнеркәсіптердің дамуына әртүрлі жолдармен қолдау көрсетеді. Мысалы, әртүрлі салаларға қадам басқан цемент, кеме жасау, тамақ өңдеу және құрылыс материалдары. Ол Кувейт экономикасын ілгерілетуге бағытталған инфрақұрылымды жақсартумен қатар Кувейт елдің болашақ мұнайға тәуелділігін азайту үшін Парсы шығанағы аймағында қаржы және сауда орталығы ретінде салынады. 6-шы орында Ресей тұр. Орыс өркениеті дүние жүзіндегі ең үлкен ел. Патшалық Ресей дәуірінде алып Сібірді жаулап алған. Бұл аймақта халық аз қоныстанғанымен табиғи ресурстары өте бай. Барланған мұнай қоры 107,8 миллиард баррельге жетіп, дүние жүзіндегі қордың 6,2%-ын құрап, мұнай қоры жөнінен дүние жүзінде 6-шы орында тұрған ел болып табылады. Мұнайдың мол қорынан басқа, Ресей сонымен қатар әлемдегі ең үлкен табиғи газ қорымен және әлемдегі екінші ең үлкен көмір қорымен және әлемдегі ең ірі табиғи газ экспорттаушы болып табылады. Мұнай және газ өнеркәсібінің ауқымы әлемде бірінші орында және ол әлемдегі үшінші ірі мұнай өндіруші болып табылады. Орташа тәуліктік мұнай өндіру 66 миллион баррель болып, Америка Құрама Штаттары және Сауд Арабиясынан кейінгі орында болады. Бүгінгі таңда бұл әлемдегі ең маңызды мұнай мен газ экспорттаушы елдердің бірі. Ресейдің ерекше табиғи мүмкіндіктері мен Кеңес одағының қарқынды дамуының арқасында Ресей Еуропадағы Еділ өзені қиыр теңіздің ашық теңіздеріне дейін әртүрлі қорларға ие. Шығыс, мұнай және газ кен орындарын бөлу және қуатты өндірістік қуат Ресейдің мұнай экспорты үшін тамаша материалдық базаны құрайды. 2009 жылдан бері Ресейде күнделікті мұнай өндіру 10 миллион баррельден астам тұрақты болып қалды және тұрақты өсу үрдісін көрсетті. Жер көлемінің бөлінуі бойынша Ресейдегі ең бай мұнай өндіретін аймақ Батыс Сібірде орналасқан. Еуразиядағы Орал таулары мен Орталық Сібір таулы аймақтары Ресейдегі мұнай өндірудің 60%-ға жуығын ұстайды. Бүгінгі күнге дейін мұнай мен газ және басқа да ресурстар Ресейдің валютасының негізгі көзі болып табылады. Бастапқы кезеңде барланған мұнай кен орындарының игерілуі жалғасуда. Ресейдің шикі мұнай қоры тұтастай алғанда төмендеу тенденциясын көрсетуде, ал 2020 жылы қордың өндіруге қатынасы 27,6 құрайды. Бұл жаңа мұнай кен орындарын ашпаса және өндірістік қуаттарын өзгертпесе, қолда бар мұнай қорлары Ресейге ең көп дегенде 27,5 жыл бойы жалғастыруға мүмкіндік қана бере алады. Ресейдің қазіргі мұнай барлау және игеру орталығы бірте-бірте шығысқа қарай жылжуда және елдің энергетикалық даму кеңістігін кеңейту үшін Шығыс Сібірді Ресейдің мұнай өсімінің болашақ көзіне айналдыруға ұмтылады. Ирак Батыс Азиядағы таяу шығыста орналасқан мемлекет. Оңтүстігінде Сауд Арабиясы, Кувейт, солтүстігінде Түркиямен, солтүстік батысында Сириямен, шығысында Иранмен және батысында Иорданиямен шектесетін бұл таяу шығыстағы орталық елдердің бірі. Ирак 1932 жылы тәуелсіздік алды. Жер орналасқан аймақ тарихта Месопотамия деп аталды және адамзат тарихындағы ең ерте өркениеттің отаны болып табылады. Қазіргі таңда мұнай қоры таяу шығыстағы мұнай қорының 5-тен 1 бөлігін құрайды. 2020 жылға қарай 145 миллиард баррель мұнайдың дәлелденген қорымен әлемде 5-ші орын алады. Бұл әлемдік мұнай қорының 8,4%-на тең. Сондай-ақ табиғи газ және фосфат қорлары бойынша әлемде 1-ші орында тұр. Және жер асты ресурстарына бай Ирак тәуелсіздік алғаннан бері қарқынды дамып келеді. Және бір кездері таяу шығыстағы ең экономикалық дамыған және белсенді елдердің қатарында болды. Диктатураның басшылығымен 1980-1990 жылдары көршілес елдерге қарсы агрессияны бастады.
Алдымен ол Иранмен 8 жыл соғыс жүргізді. Содан кейін 1990 жылы Кувейтті басып алып, халықаралық қауымдастық санкциясына ұшырады. Кем дегенде 50 ел мен Ирак дипломатиялық қарым-қатынастарын үзді. 1991 жылы ақш одақтас күштерін бастап, Иракқа шабуыл жасап Парсы шығанағы соғысы басталды. Ирактың мұнай өнеркәсібі, көлік және басқа инфрақұрылымы қатты бомбаланып, 200 миллиард ақш долларына дейін тікелей экономикалық шығынға ұшырады. Ал соғыстан кейін жылдық ішкі өнім 3%-ға дейін төмендеді. Мұнай экспортының 30% кірісін Біріккен ұлттар ұйымының өтемақы қорын және соған байланысты басқару шығындарын төлеуге жұмсалуы керек. Осылайша бастапқы бай Ирак халқының өмір сүру деңгейі ең төменгі деңгейге түсіп, кедей елге айналды. 21 ғасырда Ирак соғыс алаңындағы түтін сейіліп, отандық мұнай өнеркәсібі өз жолына қайтадан түсті. 2020 жылы күнделікті орташа мұнай өндіруі 4,14 миллион баррельге жетіп, оны мұнай өндіру көлемі бойынша екінші орында тұрған елге айналдырады. Бірақ екі соғыстың салдары елдің экономикалық дамуын әлі де баяулатып отыр. 2019 жылы халықтың 5-тен 1-і кедейлік шегінен төмен өмір сүруде, жастардың 25% жұмыссыз болды. Ал 2018 жылы экономиканың өсу қарқыны небәрі 0,6%-тің құрады. 4-ші орында Иран тұрады. Тарихта Парсы деп те аталады. Бұл 85 миллионға жуық халқы бар Батыс Азияда орналасқан таяу шығыс елі. Солтүстігінде Каспий теңізімен, оңтүстігінде Парсы шығанағымен шектеседі. Алып жатқан жер аумағы 1,64 миллион шаршы шақырымды құрайды. Таяу шығыс елдерінің ішінде Сауд Арабиядан кейінгі ең ірі елі. Иран мұнай өндіруде ұзақ тарихы бар. Мұнай ресурстары 1908 жылы ашылған. Ол мұнай экспорттаушы елдер ұйымының негізін қалаушы мүше елі, бүгінгі дәлелденген мұнай қоры 157,8 миллиард баррельге жетті. Жаһандық қорлардың үлесі 9,1% құрайды, және қазіргі уақытта ол әлемдегі ең үлкен мұнай қоры бар 4-ші ел болып табылады. Тәуліктік мұнай өндіру 3,08 миллион баррельді құрайды. Бұл Иранды 140 жыл үздіксіз өндіруді қамтамасыз ете алады. Иран таяу шығыс елдерінің көпшілігінен кем түспейтін мұнай мен газ қорына ие болғанымен, және бұл ел өзінің экономикалық тірегі ретінде мұнай мен газ өнеркәсібіне сүйенеді. Бірақ Иран сонымен қатар таяу шығыстағы салыстырмалы түрде өрескел дамыған мұнайлы елдердің бірі болып табылады. Оның астарында өткен ғасырдың аяғындағы Иран мен Америка Құрама Штаттарының саяси қарым-қатынасы себебінен 1979 жылдың басында Иранның әулеттік режимі құлатылып, Иран Ислам Республикасы құрылды. Иран ақшқа қарсы авангардқа айналып, оның ақшпен дипломатиялық қарым-қатынасы толығымен тоқтап қалды. ақшпен Еуроодақ Иран мұнайына эмбарго салып, сонымен бірге Иран мұнайына шетелдік инвестицияны шектеді. Иранның мұнай өндіруі мен экспортына шектеу қойылды. Сонымен қатар, Иран әлемдегі аз энергетикалық державалардың бірі ретінде қарастырылғанымен, ол сонымен бірге әлемдегі энергияны ең көп тұтынатын ел болып, жан басына шаққандағы энергия тұтынуы Жапонияның 15 есесі. Еуропалық одақтан 10 есе артық. Әлемдегі энергияны ең көп пайдаланатын елдердің бірі, және ақш пен Ресейден кейінгі 3-ші ірі табиғи газ тұтынушы, және әлемдегі 2-ші бензин тұтынушы. Айтпақшы, Иран мен Кувейтте сәйкесінше, қазіргі уақытта әлемдегі ең төмен және ең жоғары айырбас бағамы бар валюта тағы бір қызықты құбылысты тудырды. Яғни бүгінгі күні әлемдегі ең жоғары және ең төмен айырбас бағамы бар валюта, екеуі де таяу шығыста орналасқан, екеуі де мұнайға бай елдер, екеуі де Иракпен соғысқан. Екі ел арасындағы ең қысқа қашықтық 20 шақырымға да жетпейді. Канада Солтүстік Американың ең солтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет. Территориясы Солтүстік Америка материгінің солтүстік бөлігін алып жатыр, және Тынық мұхитына, Атлант мұхитына, және солтүстік мұзды мұхитқа дейін созылады. Дүние жүзіндегі ең ұзын жағалау сызығы бар мемлекет. Аумағы 9,98 миллион шаршы шақырым, және әлемдегі екінші үлкен мемлекет, сонымен қатар әлемдегі ең дамыған мемлекеттің бірі. Канада туралы айтатын болсақ, көптеген адамдар елдің білімі, тазалық, өмір сапасы және экономикалық еркіндік саласындағы жетістіктері туралы ойлайды. Бірақ олар Канаданың әлемдегі ең үлкен мұнай қоры бар елдердің бірі екенін ұмытады. Канаданың дәлелденген мұнай қоры 168,1 миллиард баррельді құрайды. Бұл дүниежүзілік мұнай қорының 9,7%-ін құрайтын дүние жүзінде 3-ші орында болып, орташа тәуліктік мұнай өндіру 5,13 миллион баррель болып, және мұнай қорының өндіру коэффициенті 89 жылға дейін жетеді. Сонымен қатар, бұл әлемдік қордың 90%-дан астамын құрайтын әлемдегі ең бай мұнай құм ресурстарына ие елі болды. Дегенмен, мұнай қорымен өндіруге келетін болсақ, көптеген беттер ақш, Ресей және таяу шығыс сияқты елдерден бөлінбейді. Әлемдегі 3-ші ірі мұнай сақтау елі болғандықтан, Канаданың мұнайды игеруі үнсіз қалды. Оның себебі Канаданың мұнай өндіруінің салыстырмалы жоғары құны және салыстырмалы түрде қарапайым көлік желісі. Канаданың мұнай қорының 98%-і мұнай құмдары түрінде болады. Олар дәстүрлі емес мұнай мен газға жатады. Өндіруге кететін шығыны жоғары, нарықтық бағдары салыстырмалы түрде қарапайым.
Өндірілген мұнай негізінен ақш-қа экспортталады. Сонымен қатар, елде қоршаған ортаны қорғау туралы халықтың хабардарлығы жоғары. Ал мұнай барлау мен тасымалдауды кеңейту қоршаған ортаны қорғау туралы бірқатар қатаң заңдарды қабылдауы керек. Таяу шығыстағы мұнай жеткізудің кең спектріне ие және әлемдік саяси құрылымға терең әсер етеді. Сондықтан оның әлемде экспозиция деңгейі жоғарырақ. Сондықтан таяу шығыспен салыстырғанда Канада қазіргі әлемдік энергетикалық нарықта әлі де үстемдікке ие емес. Дегенмен Канада үкіметі мұнай құбырларының кеңеюін, сондай-ақ өзінің өңдеу технологиясын арттыруға, қайталап жаңартуға және жетілдіруге, сонымен бірге тау-кен өндіру шығындарын азайтуға және нарықты кеңейтуге міндеттенетіндіктен, Канаданың үлкен өндірістік қуаты бірте-бірте босатылды. Халықаралық энергетикалық нарықта сөз сөйлеу құқығы да барған сайын жоғарылап келеді, және ол әлемдегі ең әлеуетті мұнай өндіруші ел болып табылады. Сауд Арабиясы, Батыс Азиядағы Араб түбегінде орналасқан араб елі. 1932 жылы тәуелсіздік алды. Жер көлемі 2,14 миллион шаршы шақырымды құрайды. Бұл таяу шығыстағы ең үлкен мемлекет және араб әлеміндегі екінші үлкен мемлекет, және Қызыл теңізде де, Парсы шығанағында да жағалау сызығы бар жалғыз ел. Сауд Арабиясы әрқашан өзінің орасан зор мұнай қорымен танымал. Территориядағы жерінің көп бөлігі адам тұруға жарамсыз болғанымен, елдің дәлелденген мұнай қоры қазір Венесуэладан кейін екінші орында. 297,5 миллиард баррельге жетті. Ол дүниежүзілік қордың 17%-ін құрайды. Бұл Кувейт, Біріккен Араб Әмірліктері және Ресейдің жалпы қорларына тең. Орташа тәуліктік мұнай өндіру 11 миллион баррельге жетіп, оны мұнай экспорттаушы ұйымдағы ең көп мұнай өндіретін елге айналдырды. Ол сондай-ақ әлемде ақш-тан кейін екінші орында және мемлекеттің кірісі мұнаймен байланысты салалардан болып, бүгінгі таңда Сауд Арабиясы жоғары кірісті экономиканың тізімінде, араб әлеміндегі ең үлкен экономикалық масштабқа ие. Және әлемдегі G20 елдерінің ішінде жалғыз араб елі, ал қорғаныс шығындары әлемде 8-ші орында. 2010 жылдан бастап 2014 жылға дейін ол әлемдегі екінші ірі қару импорттаушы ретінде тізімде болды және таяу шығыстағы аймақтық держава ретінде қарастырылды. Сауд Арабиясының мұнай қоры Венесуэладан төмен болғанымен, Сауд Арабиясындағы мұнайдың көп бөлігі тасымалдауға оңай, құны төмен және жоғары кірісі бар тазартылған мұнай болып табылады. Бұл Сауд Арабиясының мұнайын дүние жүзінде бәсекеге қабілетті етеді. ақш геологиялық қызметінің болжамы бойынша, барлау жұмыстарының үздіксіз артуымен Сауд Арабиясының кең шөліндегі ашылмаған мұнай қоры 100 миллиард баррельден асуы мүмкін және сол кезде әлемдік мұнай қоры бойынша бірінші орында болады. Венесуэла оңтүстік Американың солтүстік бөлігінде орналасқан, сарқырамалар елі ретінде аты бар. Жер көлемі 916 мың шаршы шақырым, шамамен 28 миллион халқы бар тропикалық ел. Венесуэла ұзақ уақыт бойы өзінің экономикалық тірегі ретінде мұнай өнеркәсібіне сүйенді. Осыдан 20 жыл бұрын оның дәлелденген мұнай қоры әлемде 5-ші орынды иеленді. 2011 жылы жаңа мұнай ресурстары ашылғаннан кейін оның мұнай қоры 41%-ке өсіп, әлемде бірінші орынға ие болды. 2020 жылы дәлелденген мұнай қоры 303,8 миллиард баррельге жетті. Бұл әлемдегі барланған қорлардың 17,5%-ін құрайды. Ол Сауд Арабиясымен бірге екі ірі қара алтын патшалығы болып, әлемдік мұнай қорының 1/3 бөлігін ұстады. Дегенмен соған қарамастан, байу үшін мұнайға арқа сүйейтін Сауд Арабиясымен салыстырғанда, Венесуэланың ішкі экономикасы соңғы жылдары құлдырауын жалғастырды, ал инфляция деңгейі жоғары болып қалды. Венесуэланың мұнай арқылы байымауының себептері шамамен жоғары шығындар, нашар қондырғылар деп жіктеуге болады, және шағын нарықтың деп үш негізгі себебі болды. Венесуэла әлемдегі ең көп мұнай қорына ие болғанымен, мұнайдың көп бөлігі жоғары ағынды ауыр мұнай болып табылады. Оны алу қиын және бірқатар өңдеу және араластыру процедураларын талап етеді. Сондықтан таяу шығыстағы арзан жеңіл мұнаймен салыстырғанда, Венесуэла мұнай өндірудің жоғары шығындарымен бетпе-бет келеді. Және әлемдегі жеңіл шикі мұнай қоры әлі де көп болып тұрғанда, халықаралық мұнай және газ компаниялары ауыр мұнай өндіруге инвестиция салғысы келмейді. Бұған қоса, Венесуэла үкіметі мұнайын үздіксіз өз қармағына ала бастағаннан кейін елдегі жеке капитал күрт қысқарды. Ал үкімет өткен ғасырда өзінің бюджеттік кірісін мұнай кен орнына аз инвестициялады. Бұл Венесуэланың мұнай өнеркәсібінің нашар күйге түсуіне себеп болды. Және оның материалдық техникалық деңгейі басқа елдерден бірте-бірте артта қалды. Мұнай барлау мен өндіру қиындап, өндірістік қуаттылық қысқарды. Екіншіден, Венесуэла диктатураның кесірінен ақш-тың санкциясына ұшырады. Бұл оның мұнайын еуропалық және американдық нарықтарға экспорттауды қиындатты. Шығыс Азия теңізі арқылы тасымалдау қашықтығы 30 мың шақырымға жетеді.
Ал мұнай экспорты нарығы шағын, пайда көзі өте төмен. Сондықтан Венесуэла әлемдегі ең үлкен мұнай қорына ие болғанымен, оның мұнайдан түскен табысын басқа елдермен салыстыруға келмей, мұнай бағасы төмен болған кезде де оның халықаралық бәсекеге қабілеттілігі жоқ. 2020 жылы орташа тәуліктік өнім небәрі 540 мың баррель ғана болды. Міне осы эпизодты бақылау аяқталды. Видеоның төменгі жағындағы лайк басуды және осы арнаға жазылуды және хабарландыруды қосуды ұмытпаңыз. Мына жерде сізге ұнайтын тағы бірнеше бейнелер бар. Келесін қарап көріңіз.